Жаз басталды деген сөз үйде жұмыс басталды деген сөз ғой. Біздің үйде бүгін менде жұмыс деген жетеді. Содан егер күйеуімнің машинасына мініп алдым да өзіме әдемілеп тұрып аффирмация жасап алдым да үйдің тірлігіне кірісіп кеттім. Бүгін мына кілемдердің барлығын жууға берем. Осыдан кілемдерді 2 жыл алдын жууға берген екенмін. Енді бермесем болмайды, түрлері кіріліп, өңдері кетіп қалыпты ғой. Бірінші очередь мына жерде залдың кілемдерін беремін. Шамамен 4 кілем беріп жібердім жууға. 2 баламды садикке берсем демаламын ғой, рахаттанып деп айтып аузымнан кешірім сұрап жүрмін қазір. Қайда 2 балаң садикке кетсе, үйде бала болмаса, үйде жұмысың жетеді екен ғой. Көз алдыңа көріне береді ғой жұмыс деген. Көзіңді жұмайын десең, ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп дайын тұрады. Қойш деп бүгін жасамайын десем де жасатқызады ғой осылар. Еще осы жақында бір үлкен апамыз төркіндетіп келейін деп жатыр. Үлкен апамыз да енді сол төркіндетіп келейін деп жатыр. Біздің үйде болады. Өйткені біз үйдің үлкені болғаннан кейін, үйдің үлкен үй болғаннан кейін біздің үйге келеді. Сондықтан үйге шамалы өзгерістер енгізейін деп жатырмын. Өзгерістің бірі ортадағы диванға заказ беріп қойдық. Уже келеді деген, енді бүгін келіп қалатын шығар. Келсе сіздерге міндетті түрде көрсетемін. Мына штор бар ғой, білмеймін, бір өңі кетіп қалған ба, қап-қара болып, осындай қап-қара болып тұрады ше. Қарап тұрсаң, осыны бір ай барын жуғам, вроде мняққа көп адам кіре бермейді. Тұр ғой, просто так тұр да, осындай болып шаң-шаң болып кетеді, өңі кетіп. Қыздар, осы орайда маған мамашалар керек. Мен қызымды бүгіннен бастап сүттен шығарам, өйткені сүттен шығармаса болмайды. Біз Алла қаласа бір аптадан кейін жол жүріп бара жатырға, білесіздер ғой. Енді қызды шығармасам, өйткені садиктен келе сала мәме деп мәме сұрап жүр. Сондықтан қандай шығаратын әдістеріңіз бар, осы жерге комментарийға жазып кетсеңіздер, мамашалар кішкене көмек беріп жіберіңіздер. Қалай шығарарымды білмей жатырмын. Өйткені менің бірінші балам ол 5 айында өзі шығып кеткен да, олдан шығару одан вообще оңай болды. Сүтті өзі кетіп қалды деген сияқты. Мына қыз уже 1 жарымнан асып кетті, әлі мәмесін емеді, ембесе бас ауырады дегендей ғой. Сондықтан маған берер кеңестеріңіз болса, комментарийға жазып маған бөлісіп кетіңіздер. Маған салса бар ғой, мына үйге ремонт жасап тастағым келеді. Енді бұл жолы емес, енді келесі жыл жасайтын шығармыз. Үйге әдемілеп тұр ремонт, өзімнің қалағандай ремонтты. Өйткені осы жолы ондай мүмкіншілік болмай тұр. Не мүмкін көреміз, ертең келгеннен кейін жасап қалармыз. Маған мына обойлардың светі гүл-гүлі болған ұнамайды, маған однотонный болған хочу да. Андай күшті однотонный ештеңе болмаса, андай аккуратно, әдемі жинақы болып, әдемі болып тұрады ғой. Біз уже видеоның ортасына келдік. Маған подписка, лайк, комментарий жазуды ұмытпа, маған тіркеліп алуды ұмытпа. Өткені алды күшті видеолар салам, сондықтан менің тұрақты көрерменім болыңыз. Енді мына гүлдердің да ішіндегі топырақтарын ауыстыру керек. Содан кейін терезелерді бәрі сүрттім, шаң-шаң болып кеткен. Қашан соңғы рет терезені осыдан 2-3 ай алдын жуғанмын ау деймін. 2-3 ай алдын жудым. Содан алдын енді жуып тұрмын ғой. Ал сіздер жаз басталып, қандай тірлікті бастап кеттіңіздер, үйге ремонт бастап кеттіңіздер ма? Нелеріңіз бар? Биыл болатын тойларыңыз бар ма үйлеріңізде? Комментарийға жазып кетіңіздер. Құтты болсын айтып, мен де жазып кетейін. Біздің үйдің терезенің бір жаман жері решетка бар да. Мынандай қолыңды салып арғы жағын жуа алмайсың, сонысы жаман да. Бергі жағын жуып алып, арғы жағын далаға шығып барып бөлек. Еще андай несі да цементі да биік да. Сондықтан оны бүйтіп былай қолмен жуа да алмайсың да, жуа салмайсың. Оны сыртқа шығып специально бір қасыңда болып қарап тұрмаса, өте опасный жер десем болады. Решетканың болған минусы, бір минус жері сол. Решетка болмаса да тағы болмайды, болса тағы болмайды деген сияқты ғой. Терезеге решетка болған жақсы ғой, но бірақ осында терезе жуатын кезде өзінің бір кедергісін келтіріп тұрады. Осында қараңыздар, мен сыртын жуа алмаймын, тек осындай тек бергі жағын жуа аламын да, арғы жағына, онда да қасымда тұратын адам келіп жоғары қарай биіктеу адам керек, мен бойым пәс қой. Солай бүгін кілемдерді тазалауға беріп жіберіп, едендерді ғана жудым ғой. Кілемдердің бәрін алып қалғаннан кейін үй андай қаңырап дейма, не дейді, андай дауысым жаңырып естіліп сөйтіп қалды ғой үйіміз. Еще ортаға диванға күшті андай кілем беріп қойдым, өзім қатты күтіп жүрмін ше, как будто мен өзіме бір зат алып жатқандай ше. Өзі сөйтесің ғой, үйге бір зат алатын болсаң. Осы 1-2 күнде келіп қаламыз деген диван. Сосын орын диванның артын, мына жердегі диван ғой, көріп тұрсыздар ғой. Осы диванның артын тазалап,
артын тазалап қояйын дедім, чтобы келген кезде мінекей орны дайын деп қоя қоятындай. Айтпақшы, менің алдыңғы қойған сұрағым мамашалар ответін беріп кетіңіздер. Қалай шығару керек, қалай істеу керек, қандай әдістері бар деген сияқты. Сондай кішігірім әдістеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Бұрында мамаларымыз жаз басталса сабаққа неге каникулға шықсақ болды, жұмысты үйгізіп қоятын еді. Ананы жинау керек, мынаны краскілеу керек деп. Қазір өзімізді уақыт өте келе сол неге келатыр. Қайтер жаз басталса күн жылыса болды, ана жердің уже кірлері көрініп тұрады ғой ше. Неге ондай екен? Жаз басталса күн жылып кетсе болды. Үйдің тірлігі бәрібір бітпейді ғой. Саяхаттау керек, көру керек, жүру керек екен. Мына жерге осы кілемді, новый кілемді төсеп қойдым. Енді пока что осылай болады екен. Ана бөлмедегі кроватты осы жаққа кіргіземіз деп осы жақты дайындап қойып жатырмыз. Қасақана андай пысықсып кеткен кезде де үйдің бір минусы болып қалады ғой. Ол не десеңіздер, су тоқтап қалған ғой. Сонымен пысықтығым ұстап, терезені сүртіп алып, енді келесі суын ауыстырайын деп тағы барсам, су жоқ қой. Бір капля су жоқ. Я шайға да алып қалмағанмын, я басқасына да алып қалмағанмын. Содан сағат кешкі 5-те жандым, деп апыр-топыр, қазір уже 6-та балалар келеді деп апыр-топыр үйдің бәрін жинап жуып алдым. Ана бір бар еді ғой, судың қадірін шөлдегенде білесің, жарықтың қадірін қараңғыда білесің деп. Су бар кезде қадірін білмейміз ғой, анда-мында шашып. Атауы ішетін су алып қалмаған ғой. Содан мен обедті ішпеген ғой. Өзің болсаң сол ғой, обед та батпайды, шай да батпайды. Қарның да аша қоймайды ғой сол кезде. Өзің болғаннан кейін тірлік істеп жүре беріппін қой деп. Содан морозилькте тұрған бір мороженое бар екен, өзім соғып алдым. Әрі қарай кешкі тамақтың қамына кірісіп кеттім.